Түйе сүті емдік қасиеті жағынан аса жоғары бағаланады. Себебі түйе сүті құрамында май, ақуыз, минералдық заттар өте көп. Оның құрамындағы жеке компоненттер өзгермелі болып келеді, яғни түйенің сауылу кезеңіне, жыл мезгілдеріне, жақсы қоректендірілуіне, түр және тұқымдық ерекшеліктеріне қарай үнемі өзгеріп отырады. Мамандар шұбатта ақуыздың бірнеше түрі, казеин, альбумин және құрамында азоты бар қосылыстар мен амин қышқылдар кездеседі дейді. Даңқты бабамыз Абу Али ибн Сина адам ағзасына пайдалы шөптердің дені құмда өседі деген екен. Ал түйе жануары үнемі құмда, сортаң жерде жүргендіктен тұла бойы емдік қасиетке тұнып тұрады. Сәйкесінше шұбатта ми мен жүйке жүйесіне пайдалы қант лактозасы, диабет, ісік аллергиясы, бауыр қабынуы мен псориазға қарсы дененің иммунитетін арттыратын антителалар бар. Түйе сүтінің емдік қасиеті мол болғандықтан, халық емшілері жануар сүтіне шомылдырып, қан тамыр, жел құз ауруларын емдеген. Ағзаны жасарту мақсатында ішкен. Шұбаттың құрамында кальций, мыс, темір, магнезий, мырыш секілді микроэлементтер және фосфор мен күкірт бар. Құрамы осындай макро және микроэлементтерге бай шұбатты қазақтың халық емінде өкпе, асқазан аурулары, қарақұлақ, мешел ауруларымен қоса созылмалы түрлі дерттерден әлсіреген ағзаны қайта қалпына келтіру үшін қолданған және ағза уланғанда да емге пайдаланған. Әсіресе шұбат түрлі өкпе дертінің барлық түріне шипа. Ел арасында шұбатты қымыран деп те атайды. Шұбат ол жаңа сауылған саумал деушілер де бар. Ал кейбірі қымыранды ашытылып, бапталған түрі дейді. Сіз шұбаттың мұндай атауларын естіп көріп пе едіңіз? Және де шұбаттың пайдасы ол қант диабеті, бүйрек, асқазан ауруларына пайдалы. Ол адамның иммунитетін көтеріп, ауру бардың кез келген сырқатын емдейді. Ең бастысы, көптеген аурудың алдын алады. Сондай-ақ Маңғыстау облысындағы түйелер жантақ деп аталатын шөппен қоректенеді. Жалпы әр жерде шөп әртүрлі, десе де олардың барлығының пайдалы екені сөзсіз. Шұбат адамның есте сақтау қабілетін жақсартады. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты Сыдық Дәулетов түйе сүтінің 100 ауруға ем екенін айтады. Сондай-ақ сусын ретінде адам ағзасында жеңіл қорытылатын ерекше қасиеті барына тоқталды. Қазіргі таңда адамдар шұбат пен қымыз ішсем жазыламын деп ойлана бастады. Шұбат дегеніміз шипалы ем, нәрлі сусын. Халық оның емдік, қоректік қасиетін көптеген ауруға ем ретінде пайдаланады. Ол қарын сөлінің қорытқыш қасиетін күшейтіп, ішектің қызметін жақсартады. Жалпы қоректік заттарға өте бай. Мысалы, қымыз құнарлылығы 528 килокалория болса, сиырдікі 660 килокалория, ал түйенікі 911 килокалорияға тең. Яғни 1 литр шұбат адам ағзасының дәрумендер мен микроэлементтерге деген тәуліктік қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді. Түйе сүті созылмалы өкпе құрты, бауыр мен сары ауру, өт жолының қабынуын емдеуде таптырмас дәрі. Құрамында А1, В1, Д, Е, С дәрумендері бар. Түйе сүтінің инфаркт пен инсульттің алдын алуда маңызы зор. Бұдан өзге қатерлі ісік пен қант диабетіне шипасы мол. Табиғи шұбат өнімдері адамның есте сақтау қабілетін жақсартып, ми тамырларының жұмысын ретке келтіреді. Әсіресе нар сүтінің ақуыз мөлшері мен майлылығы қымызға қарағанда жоғары. Ішінде С дәрумені де мол. Кальций, темір, кремний, магний, алюминий, күкірт, фосфор, мыс, мырыш, күміс микроэлементтері де жетерлік. Шұбат салмақ қосуға көмектеседі. Германияда қымызды патенттеген Цольманның қайнатасы соғыс кезінде қамауда болып, өкпе ауруына шалдыққан. Қазақтың қымызын ішіп жазылған екен. Содан еліне барған соң бір бие сатып алып, дертінен айығып, аман қалған болатын. Бүгінгі тіршілік әртүрлі ақпарат пен тынымсыз еңбектен құралады, ал мұның барлығы жүйке ауруын қоздырады. Мұндай жағдайда қымыз бен шұбат адамды тыныштандырады. Кейбір адамдар шұбат ішкен соң ұйқысының келетінін айтады. Бұл негізінен жүйке жүйесінің тынышталуымен байланысты.
Негізінен түйе сүтінің сиыр сүтіне қарағанда дәруменділігі жөнінен 10 есе артық. Мұнымен қатар шұбаттың ауыр оталардан кейін науқасты қалпына келтіруге пайдасы зор. Күні бойы жұмыспен жүретін жастардың осы шұбат ішім салмақ қосатын кездері де көп. Қазір қалада қаназдық ауруына шалдығып, көп салмақ жоғалтқан азаматтар жетерлік. Мұның түп төркіні жастардың тынымсыз еңбектенуімен байланысты. Міне, осындайда көбісі шұбат ішіп, дене бітімін қалпына келтіріп жатады. Түйе мен бие сүтіне жақын халықпыз. Қазақ хал амандығын сұрағанда сөз төркінін мал жаның аман ба деп бастаған. Осыны ұмытып бара жатқан сияқтымыз. Түйе сүті сусамыр ауруын бақылау және алдын алу орталығының зерттеу мәліметтері бойынша дүние жүзінде бір тәулік ішінде сусамыр ауруынан 144 адам, бір жыл ішінде 52.560 адам о дүниелік болатындығы мәлім болды. Сусамыр ауруының асқынуы нәтижесінде қан тамыр аурулары, инфаркт, инсульттан жыл сайын 5 миллион адам қайтыс болады. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша 2050 жылдары дүниеде әрбір екінші адам қант ауруына шалдығуы ықтимал. Осы тұста түйе сүтінен жасалған қышқыл сүт өнімдерін, атап айтқанда сусамыр ауруының алдын алуға мүмкіндік беретін табиғи өнімдерін өндіру бойынша Қазақстан болашақта алдыңғы қатардағы ел болатындығы айқын.